Месси еврейлерді қолдап жүргенде Холланд бастаған норвегтер әлем чемпионатынан түскен барлық қаржыны Газа тұрғындарына аударыпты. Көптеген сайт пен әлеуметтік желідегі парақшалар кешеден бері бұл туралы жарыса жазып жатыр. Алайда ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. Норвег футбол федерациясы әлем чемпионатынан түскен барлық қаржыны Газаға аудармады. Ақпараттың қате тұсы осында жатыр. Команда тек әлем чемпионатының іріктеу ойын аясында Израильге қарсы ойыннан түскен қаражатты ғана аударатын туралы хабарлаған. Ал бұл матч сонау 2025 жылдың 11 қазанда өткен екен. Бірақ неге қазір тарап жатқаны әрі барлық ақшаны аудар деп жазылғаны түсініксіз. Бұдан бөлек Газа тұрғындарына аударды деген ақпарат та қате, себебі қаржыны шекарасыз дәрігерлер ұйымына ғана аударған. 2025 жылы 11 қазанда әлем чемпионатының іріктеу ойыны қарсаңында Норвегия мен Израиль құрамалар кездескен болатын. Ойын Ослодағы Allevall стадионында өтті. Матчтан кейін Норвегия футбол қауымдастығы қаржыны шекарасыз дәрігерлер халықаралық тәуелсіз медициналық ұйымына аударатын мәлімдеген болатын. Сондай-ақ Норвегия футбол қауымдастығы Газадағы бейбіт тұрғындардың шабуылға ұшырауына бейжай қарамайтынын да жеткізді. Қанша ақша аударды деп ойлап отырған шығарсыздар. Норвегия футбол федерациясының ақпаратына сай, Норвегия Израиль ойынына 522 мың норвегиялық крон ақша жиналған. Оған федерация қосымша тағы 1 миллион крон қосқан екен. Сонымен қатар тағы бір атын атамауды өтінген норвег кәсіпкер өз атынан 3 миллион кронды гуманитарлық көмекке берген. Сонда жалпы саны шекарасыз дәрігерлер ұйымына 4,5 миллион крон қаражат аударылған. Бұл біздің ақшамен есептегенде шамамен 220 миллион теңге болады. Ұйымның бас хатшысы Линдис Хорум Норвегия құрамасына алғысын білдіріп, ризашылығын жеткізді. 2 жылдан астам уақытқа созылған қатал соғыстан кейін Газаға медициналық көмек пен гуманитарлық қажеттіліктер орасан зор екенін айтты. Сондай-ақ бас хатшының айтуынша соңғы апталарда жаңбыр көп жауып, қыс жақындаған сайын көптеген адамдар ауруларға шалдығып, шатырларда өлім қаупі жоғары екенін жеткізді. Ал сіз Норвегия құрамасының бұл әрекетін қалай бағалайсыз?